Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай екі түрлі классический пирогты бірге жасайтын болайық. Өзім заказға дайындап жүрген рецептімен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Екі жұмыртқаны ыдысқа жарып алып, үстінен қантты сеуіп, жақсылап қанты ерігенше қолымызбен шайқап аламыз. Осы классический пирогтың рецебі сан түрлісі бар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға ұнды салып алайық. Үстінен разрыхлительді қосамыз. Сары майды қосып, жақсылап тұрып қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып болғаннан кейін, осы ұнның үстіне құятын боламыз. Енді қамырды елейміз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде бөлісіп, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыз. Қамырымыз дайын болды. Екі бірдей бөлікке бөлеміз. 405 граммнан шығады. Енді салафановый пакетикке қойып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Бізге керегі 20% қаймақ, вареная сгущенка 1 банкасы. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырып алайық. Екі жұмыртқаны қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алайық. Үстінен кукурузный крахмал 1,5-2 ас қасықтай қосуға болады. Жақсылап тұрып араластырып алайық. Қамырды оқтаудың көмегімен немесе формаға салып, тегістеп аламыз. Шанышқының көмегімен түбін осылай тесіп шығамыз. Дайын болған салмамызды үстінен құйып шығайық. Әдемілеп тегістеп шығайық. Осылай сәл ұрғылап жіберсеңіз, қалып қойған ауалары шығатын болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қойып қоямыз. Арасында қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Енді екінші пирогтың салмасын жасайық. Бізге керегі қаймақ. Үстінен қантты қосатын боламыз. 1 граммдай ванилин қосайық. Жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Кукурузный крахмалды 1,5 немесе 2 ас қасықтай қосатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алайық. Қамырды формаға жайып шығып, осындай шанышқымен түбін тесіп алайық. Форманың диаметрі 24 см. Үстінен салмасын құяйық. Сәл ұрғылап жіберіп, ауасын шығаратын боламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қойып қоямыз. Осымен біздің пирогтарымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалынады. Дәмі зор болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді осының барлығын қазір бөліп формаға әп-әдемі ғып орналастырып шығамын. Көздің өлшемімен ортасынан дәл бөліп шығамыз.
Пирогымыздың ортасынан бөлген кезде мына іші осындай әп-әдемі болып шығады. Екінші пирогымызды дәл осылай ортасынан бөліп шығамыз. Сатылымға шығатын капсулаға орналастырып жатырмын. Енді әп-әдемі ғып қойып қояйық. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте тамаша болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа, өз ісіңізді бастауыңызға таптырмайтын керемет рецептің бірі. Дәстүрлі дастархан каналында сан түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Видеода көрсетіп тұрғандай пирог өте нәзік болып шығады. Дәл балмұздақтай тәріздес. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Осындай керемет пайдалы видеолармен бөлісіп отырыңыздар. Туған туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз.